Бір күні бір қыз бен бала ата-анасына келіп мысық сұрайды. Пап, бізге мысық алып берші. Жоқ, балалар. Сендер әлі кішкентайсыңдар. Ата-аналары рұқсат бермеген соң екеуі телефон қарап жатады. Бір мезетте даладан мысықты көріп қалады. Бірақ ол даладағы мысық қашып кетеді. Екеуі көңіл-күйлері жоқ үйлеріне қайтады. Не болды? Сендерді кім ренжітті? Біз даладан мысық ұстағымыз келіп еді. Ол қашып кетті. Аналары көңіл-күйлерінің жоқтығына қарап, оларды жұбатып, оларға мысық алып беретін болып шешеді. Содан анасы, қызы және баласы үшеуі көлікке отырып магазинге барады, яғни үй жануарларын сататын магазинге барады. Сол жерден өздеріне осындай әдемі мысық таңдап алады. Сенің атың Симба болады. Осылайша қыз бен бала ата-аналарына жүгіріп келіп, рахметтерін айтады. Ата-анасы да риза және балалары да риза.